Барлығыңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Және де бүгін сүзбеден жасалынған сүзбелі рогаликиді дайындаймын. Видеоны соңына дейін көріңіздер және каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен кез келген творог түрін пайдаланамыз. Оның үстіне құмшекер қосамыз. Құмшекердің үстіне, яғни творог пен құмшекердің үстіне еріп тұрған сары майды келесі кезекте жұмыртқаның сарысын қосып тұрып, жақсылап тұрып, біркелкі болғанша араластырамыз. Біркелкі болу керек. Барлығын біркелкі араластырып болғаннан кейін үстіне қажеттілікке байланысты бізге ұнды қосамыз. Ұнымыз көп қосылып кетпеу керек. Қамырымыз жұмсақ, әдемі қамыр шығу керек. Қажеттілікке байланысты ұнды қосамыз. Міне, өте әдемі, жұмсақ, әрі әдемі қамырымыз дайын болды. Бұл жерде бір ескеретін жайт, холодильникке қойып қатырудың керек емес. Осы дайын болған қамырымызды жайып, рогаликімізді дайындаймыз. Оған дейін біз печкамызды қыздырып дайындап қоя береміз. Мына дайын болған қамырымызды біркелкі етіп кесе отырып, рогалики көлемде әрқайсысын жеке дара орап шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша арасына сгущенка немесе варенье қоссаңыздар болады. Ол өз қалауларыңыз. Бірақ мен өзім ештеңке қоспай, құр өзін осылай жасадым. Қалауларыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Өте тез әрі жылдам дайын болатын творогтан жасалынған рогалики. Жеке дара әрқайсысын орап шығамыз. Дайын болған рогаликімізді орналастыра отырып, үстінен жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Жұмыртқаның сарысын жақ болғаннан кейін қызып тұрған біздің печкамызға салып пісіреміз. Біздің рогаликіміз дайын болды. Творогтан жасалынған рогалики өте қамыры нәзік, жұмсақ, өте дәмді, тез дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Оңай әрі тез жасалынатын творогтан. Барлықтарыңызға ас болсын.